Бұйыл соңғы 10 жылда алғаш рет оңтүстік өңірлік қолбасшылығының байланыс полкіне мерзімді қызметтегі сарбаздар келді. Бұл әскери бөлімде осы уақытқа дейін тек офицерлер мен келісім шарт бойынша жұмыс істейтін сарбаздар ғана шақыртылатын. Байланыс қызметін меңгеріп жатқан жауынгерлер алдағы уақытта мамандығы бойынша білімдерін шыңдайды. Әскери қызмет әркез өзгерістер мен тосын жағдайларға толы болады. Әсіресе әртүрлі оқиғалар үшін бірнеше нұсқа кез келген уақытқа дайын тұрады. Мәселен, оңтүстік өңірлік қолбасшылығы басшылығының шешімімен әскерге күзде келген жас сарбаздар байланыс бөліміне шақыртылып отыр. Мамандар сөзінше, аз уақыттың ішінде қызметтік кеңселер казармаға айналған. Мұнда арнайы төсек орындар мен төсек жабдықтар әкелінген. Қазіргі таңда жауынгерлер жарғылар мен әскери қызмет туралы заңдарда қару-жарақ пен әскери техниканың тактикалық сипаттамаларын бойынша дәріс алып жатыр. Болашақ әскери байланыс қызметкерлері білімдерін жетілдіріп, Морзе әліппесін меңгере бастапты. Бүгін міне бірінші сабақты азбука Морзе өттік. Барлық бала қызығушылықтары ашылды. Менің жауынгерлік достарым өте керемет жігіттер. Болашақта бір жылымызды аман есен және керемет өткізетініне сенімдімін. Жас сарбаздар өз мамандықтары меңгеруден бөлек саптық, физикалық және полигонда атыс жаттығуларынан да дәріс алуда. Мұның барлығы тәжірибелі командирлер мен сержанттар қадағалауымен өтіп жатыр. Мамандардың айтуынша, жауынгерлердің сабақтары байланыс бөлімінде әскери ант қабылдаумен тәмамдалады. Қазіргі таңда дайындық жұмыстары басталған. Салтанатты рәсімге қатысу үшін сарбаздардың туыстары Таразға келеді. Сондықтан олар маңызды күнге ерекше дайындық үстінде. Саламат Рахмет, Елмира Сапар, Елдар Түстікбай, Аймақ.